Ноутбуктың ең бірінші жауы ол адамдар. Дұрыс зарядтамайды. Новый батарейка салған кезде 80 мен 100% аралығында зарядтап қоясыздар. Содан кейін суырып тастайсыздар. 20%-тен төмен қылуға болмайды, 0 қылуға болмайды, 5 қылуға болмайды. 20-дан жоғары қалдырасыздар да қайтадан тоқтатасыздар. 100%-ке дейін зарядтадыңыздар, мысалға адаптация болады. Сол уақытта ноутбук пен батарейканың арасында BIOS бар, ол жерде материнский плата бар, барлығымен синхронизация жасап, өзіне керекті данныйларды алғаннан кейін барып, сосын батарейка таңдаған кезде емкістік кеп тұр, бәрі кеп тұр деп қарауға болмайды. Ол жерде характеристикасын полностью, моделін, миллиампер барлығын соответствовать ету керек өзінің батарейкасына заводской. Содан кейін барып салдыңыздар, уақыт бересіздер. Мысалы айфондарда 80% деген бар. 80-ге барғаннан кейін ары қарай зарядканы азалады. Не үшін? Қызып кетпеу үшін батарейка. Мысалы 100% батарейка зарядталып тұр, бірақ тоққа тығып қойдыңыз да жұмысыңызды бітірдіңіз, тастап кеттіңіз. Азанда қолданамын деп түнде тастадыңыз мысалға. И ол жерде перегрев болады батарейкада. Сөйтіп те емкісті құриды, батарейка құриды. Ноутбукке де апасын ол. Сол үшін де инструкциясы бар. Егер ноутбукке батарейка керек болатын болса, біз таңдап бере аламыз, салып бере аламыз, адаптациясын өткізіп бере аламыз. Смело хабарласа беріңіздер. Ең арзан запчасты әбеке техникта білесіздер. Экрандарға әлі де скидка болып жатыр 50%. Негізі 30 мың теңге бағасы. 15 мың теңгеден салып беріп жатырмыз. Тіркелеміз, хабарласамыз. Өз ойларыңызды жазасыздар комментарийге.